Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 36-шы сабақ өзіңді тексер, яғни қорытынды сабағын өтетін боламыз. Бірінші сұрақ: Ахмет Байтұрсынұлы туралы не білесің? Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың маңызды ағартушысы. Ахмет Байтұрсынұлы Қостанай облысы Ақкөл ауылында дүниеге келген. Ол адамдарға оқу үшін кітап жазды. Қазақ тілі мен әліпбиін дамытуға көп еңбек етті. Екінші тапсырма: тырнауышты аяқ астына тастағаны несі? Деген сөйлем қай мәтіннен алынды? Мазмұнын әңгімеле. Балалар, бұл оқымысты деген мәтіннен алынған болатын, иә? Балалар, үшінші тапсырмаға келейікші. Қайсысы дұрыс? Есепке шорқақ, есеп шығаруға қиналады деген мағына береді. Ал есепке шорқақ ол есепті тез шығарады. Яғни бұл жердегі есепке шорқақ деген сөзінің мағынасы есеп шығаруға қиналады дегенді білдіреді. Төртінші тапсырма: жыртық кітап жылады. Өлеңінің авторы кім? Балалар, бұл өлеңнің авторы Өтебай Тұрманжанов. Бесінші тапсырма: бұл қай кейіпкердің сипаты? Төс қақты, бір адам алға шықты, тісін ақситты, қол қусырып тәжім етті. Әрине балалар, бұл аң патшасы арыстанның бейнесі болатын, иә? Алтыншы тапсырма: Бердібек Соқпақбаевтың мектеп мәтінін қай жанр түріне жатқызуға болады? Бұл жердегі дұрыс жауап, балалар, Бердібек Соқпақбаевтың мектеп мәтінін біз әңгімелеу мәтініне жатқызыламыз, иә? Жетінші тапсырма: жыртық кітап жылады. Өлеңдегі негізгі ой не туралы? Балалар, бұл өлеңдегі негізгі ой ол кітапты күтіп ұстау керек, иә? Яғни оны май қолмен ұстамау керек, оны жыртпау керек, оның беттеріне сызбау керек, яғни кітапты аялап ұстау керек. Негізгі ойы осы. Келесі 8-ші тапсырма: жұмыс іздеген құмырсқа ертегісіндегі бір кейіпкердің суретін сал. 9-ші тапсырма: теңеу сөзді тап. Шар айнадай алаңда басталды ойын. Қалам ба? Егіз-егіз сыныптан құрдық екі команда. Өлең авторы Қадыр Мырзали. Балалар, бұл өлеңдегі теңеу сөз шар айнадай деген сөз. Яғни дайдей, тайдей жұрнағы арқылы жалғанғандықтан бұл шар айнадай сөзі теңеу болып табылады. Яғни дай жұрнағымен жалғанған. 10-шы тапсырма: дұрыс нұсқадағы сөйлемді көшіріп жаз. Шаңсорғыш адамның еңбегін жеңілдетеді деген сөйлем, балалар, дұрыс нұсқада тұрған сөз. Ал жеңілдетеді адамның еңбегін шаңсорғыш деген сөйлемдегі сөздердің орындары ауысқан. Сондықтан да ол нұсқа дұрыс емес. Осымен біздің бүгінгі қорытынды сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.